Киелі Қазақстан жобасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының болашаққа көзқарас қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы аясында және Қазақстан Республикасы үкіметінің 280 жылғы қаулысына сәйкес өткізіледі. Алғаш рет Түркістан облысында өткізілді 2018 жылы және 2019 жылы Ақтау қаласы Маңғыстау облысында өткізілді. Одан кейін осы өткен жылы 2020 жылы Шымкент қаласы және Түркістан облысында өткізілген болатын. Енді 2019 жылғы өтілген Киелі Қазақстан жобасына әлемнің 8 мемлекетінен 20 белсенді қазақ жастары жиналды. Сол жерде біздер халықаралық қазақ жастар клубын құрған болатынбыз. Ол клуб қазіргі таңда өз жұмысын жүйелі жүргізіп келеді. Жалпы Киелі Қазақстан жобасының негізгі мақсаты Қазақстанның туризміне атсалысу. Ол жерде жаңағыдай шетелде тұрып жатқан, Қазақстанға келіп көрмеген, сол жақта жүріп те қазақпын деп белсенді болып жүрген жастарды осы Қазақстанның көрнекті жерлерімен таныстыру болып табылады. Одан кейін 20 жылы Қазақстанға пандемияға байланысты Қазақстанға келіп оқып жатқан қазақ жастарын жинадық. 18 университеттен тағы да 20 біздің белсенді жастарымыз жиналды. Ол кезде енді Түркістан облысы Шымкент қаласында өткізілді. Нәтижеге біз жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Сол жоғарғы оқу орындарынан жаңағыдай жас қазақ халықаралық қазақ жастар клубының өкілдерін, филиалдарын аштық сол жерлерден, университеттерден. Ол яғни бізге ақпараттық қолдау көрсететін болады. Келесі жылы келетін қандастарымызға оқуға келетін солардың барлығына жаңағыдай қолдау көмек көрсету мақсатында. Осы жылға әзірге жоспарланып жатыр, бірақ ол туралы енді қазір нақты ақпарат айта алмаймыз. Негізінен Қазақстанның көрсететін киелі көрнекі жерлері өте көп. Сондықтан негізгі осы біздің жобамыз Киелі Қазақстан. Әр жыл сайын әртүрлі өңірлерде және оны бізге арнайы тапсырмалар бар. Келген қандастар өздер сол жерде пост шығару керек, немесе мақала жазу керек деген сияқты. Сол арқылы одан кейін бір нәрсені айта кету керек. Қазіргі таңда шетелдегі қазақтарға ортақ қазақ тілін оқытатын әмбебап кітап құралы жасалынып жатыр. Сол жерде де біз ұсыныс бергенбіз. Қазақстанның киелі көрнекі жерлерін көрсетуді, негізге алуды көрсеттік. Өйткені ол шетелде отырған, Қазақстанға мүлде келіп көрмеген біздің жастарымыз осы қазақ тілін оқи отыра Қазақстанның қандай керемет екенін көріп, сол арқылы ол жаңағыдай тілді үйренуге, Қазақстанға келуге деген құлшынысы ояну керек қой, енді мотивация беру керек бір сөзбен айтқан кезде. Одан басқа да бізде жазғы лагерлер бар. Барлығы осы біздің Қазақстанға жалпы шетелде қандастарымызды атамекеннің төңірегіне шоғырландыру ғой. Сол жерде біздің негізгі басты қаруымыз, құралымыз десе де болады, осы Қазақстанның әсем көрнекті жерлерін таныта отырып шақыру қандастарды. Негізінен шетелден келіп оқитын қандастарымызға көптеген мүмкіндіктер жасалған. Қазақстан Республикасының жалпы мемлекеттік грантының 4% квотасы беріледі. Бірақ ол квотаны алу үшін, іліну үшін ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыру керек қандастарымыз. Яғни шетелде мектепті аяқтаған біздің бауырларымыз келіп біздің ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруымызға қиналады көп жағдайда. Соны алдын алу үшін одан кейін дайындық бөлімдері жұмыс жасайды. 94 жылдан бастап, 2011 жылдан бастап дайындық бөлімдері факультет болып құрылды. Бүгінгі таңда 18 жоғарғы оқу орында 835 біздің қандасымыз дайындық бөлімдерінде оқып жатыр. Яғни олар 9 ай бойы ұлттық бірыңғай тестілеуге тапсырады, дайындалады. Одан кейін жаңағыдай тестілеу тапсырғаннан кейін соның нәтижесіне қарай 4% квота аясында оларға мемлекеттік грант беріледі. Сол грантпен қандастарымыз Қазақстанда 4 жылдық білімін алады. Грантпен оқығанның өзінде оларға ешқандай міндеттеме қойылмайды. Бізде мысалға грантты өтеу үшін ол жерлерде мемлекеттік қызметте болу керек, немесе өз мамандығы бойынша жұмыс жасау керек деген талаптар бар ғой. Ал қандастарға ондай талаптар қойылмайды. Осы 4% квота жалпы колледждерге де беріледі. Бүгінгі таңда колледжде 535 біздің қандасымыз оқып жатыр. Ол қандастарымызға да дәл сондай шәкіртақысымен барлығымен. Енді дайындық бөлімдеріне тағы да қайтып тоқталатын болсақ, дайындық бөлімінде де оқу тегін, түсу форматы өте жеңіл, 2 пәннен сынақ тапсырады. Ол жерде шектік балл жоқ. Толық грант игерілгенше барлығын оқуға қабылдай береді. Шәкіртақы төленеді және жатақхана кейбір университеттерде тегін, кейбір университеттерде енді ақылы түрде
бірақ ол аса қымбат емес. Бакалаврды бітіргеннен кейін қандастарымыз енді магистратураға, докторантураға түсуді жоспарлайды. Осының аясында бізде Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығында стипендиялық бағдарлама бар. Сол бағдарлама арқылы біздің қандастарымыз жалпы халықаралық стандарттарға сай ережемен оқуға түсе алады. Ол жерде яғни 2 ғана талап: өзінің арнайы құжаттарын тапсырады, одан кейін мотивациялық хат жазады, екінші сұхбат жүргізіледі. Сол арқылы олар грант иеленуіне мүмкіндіктер бар. Енді ол жалпы шетел азаматтарына арналған, соның ішінде біз қандастарымызды негізге алып қараймыз. Осында енді сол колледжден бастап дайындық бөлімі, бакалавр, магистратура, докторантура барлықтарына да бірдей толық мүмкіндік жасалған. Негізі оқимын деген балаға көптеген жағдайлар бар. Одан кейін қандастарымыз егер Назарбаев университетіне түсетін болса, бұл жерде біздің мемлекеттік стандарт емес, ол жерде де халықаралық стандартқа сай қабылданады. Ол жерде ұлттық бірыңғай тестілеу қажет емес. Ол жерде негізінен Абай гранты біздің қандастарымызға арналған, бірақ ол жерде де меритократиялық форматта барлығына ортақ ережемен қабылданады. Бүгінгі таңда 13 біздің қандасымыз оқып жатыр. Оның ішінде ақш, Канададан бар, Моңғолия, Қытай, Өзбекстан деген сияқты мемлекеттерден келіп оқып жатыр. Бірақ 56 қандасымыз түсуге тілек білдірген, бірақ енді емтиханнан өткен осы 13-і ғана. Қазіргі таңда оқып жатыр. Отандастар қоры, біз олармен байланысып, сұхбатты жүргізгенбіз. Жалпы барлық Қазақстанда оқып жатқан жаңағыдай колледж, магистратура, докторантура, бакалавр барлығымен тікелей байланыстамыз. Жазғы лагерлер енді бізде негізінен өткізетін дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының Балдәурен лагері, одан кейін Отандастар қорының Назарбаев зияткерлік мектебі жанындағы Ұлы дала ұрпақтары лагері. Осы 2 лагер 2019 жылы өтілді. Енді 20 жылы өкінішке орай болмай қалды. 19 жыл өткен кезде біз 150 қазақ баласын Қазақстанда осы Назарбаев мектебіне демалуға алып келдік. Өте ерекше әсерде болды. Балалар 14 күн осы жақта демалды. Әр мемлекеттен келді. Енді ол жердегі біздің мақсатымыз жалпы қазақ балаларын таныстыру ғой. Сол бала күнге танысқан, одан кейін дос болып араласып, әлі күнге дейін біз сол балалардың чатында бармыз. Инстаграмда да және WhatsApp'та да бар. Өте қызықты. Олар қазір мектеп бітіргелі жатыр. Мектеп бітіріп, олар бір-бірімен қашанда байланысып, бір-біріне көмектесіп, әр мемлекетте ғой енді сондай бір жақсы достық қарым-қатынас орнату. Қазақ негізінен мынандай бір ұстаным бар: туған жер тұрғылықты жермен өлшенбейді. Ол қай жерде жүрсе де, қазақ екенін біліп жүрсе, ешқашан жүректе шекара жоқ қой. Сол сияқты бір-бірімен енді сол достық қарым-қатынасты орнату біздің мақсатымыз. Одан кейін бір жақсы әсер қалдырған нәрсе: әр мемлекеттен келген балалардың барлығы сол өзі тұрып жатқан мемлекеттік тілінде сөйлей алады. Бірақ барлығы бір жерге жиналған кезде тек қана осы біздің ана тілімізде, қазақ тілінде ғана сөйлеген кезде, бір-бірін түсінетін кезде өте керемет әсер береді. Бұл лагерді әрі қарай жалғастыруды біз жоспарлап жатырмыз. Ең бірінші бізге беретін мотивация осы. Ол яғни біздің алғашқы баспалдағымыз. Қазақстанға лагерге келеді, Қазақстанды көреді, біз оған жақсы ұнауға, Қазақстанды жақсы жағынан көрсетуге тырысамыз. Көргеннен кейін ол оқуға түскісі келеді. Сол кезде біздің осы бағдарламалар шығады. Жаңағыда айтып өткен колледж бар, дайындық бөлімі, одан кейін бакалавр, магистратура, докторантура және Назарбаев университеті барлығын біз көрсетіп, сол балаларды осы негізі жазғы лагерь біздің негізгі баспалдағымыз. Енді жазғы лагерьге балалар қалай іріктеледі, қалай келеді дегенге тоқталатын болсақ, бізде қазақ тілінің курстары бар. Шетелдегі қазақтардың қазақ тілінің ахуалын бақылау біздің негізгі міндеттеріміздің бірі болып табылады. Осы орайда біздер онлайн және офлайн қазақ тілінің курстарын ұйымдастырамыз. Барлық әлем бойынша 31 қазақ класын аштық, 24 қалада, 12 мемлекетте. Солар арқылы біз Қазақстанда отырып, білікті мамандар онлайн түрде осындай үлкен эфирмен сабақ өткізеді. Балалар қатысады, сертификат алады. Сол сертификатпен жазғы лагерьге демалысқа жолдама алады. Осындай бір жүйемен жасалған. Өйткені біздің қазақ тілін оқуға деген шетелдегі қандастарымыздың мотивациясын ояту да бір үлкен жұмыс. Өйткені келіп көрмегендіктен, Қазақстанда болып көрмегендіктен, негізінен шындығын айту керек, қызығушылық ондай қатты емес. Енді бұл бізде шығармашылық конкурс деп аталады. Шығармашылық конкурс
негізінен осы қазақ тілін дәріптеу және қазақ тіліне мотивация беру мақсатында ұйымдастырылады. Өткен 19 жылы бұл жерде балалардың жаңағыдай эссе жазу арқылы конкурс ұйымдастырған болатынбыз. Өте керемет, балалардың өз ойынан жазған эсселері жаңағыдай жақсы әсерлер қалдырды. Ол жерде енді біз 4 жеңімпазды анықтап Қазақстанға алып келдік. Екеуі Моңғолиядан, біреуі Швейцариядан, біреуі Ираннан болды. Ол келген қандастарымыз Қазақстанға бұрын келіп көрмеген. Келіп көрдік, біз оларға оқуды ұсынғанбыз. Яғни негізінен сол 11-ші сыныпқа таяған оқушыларды біз келген жеңімпаздар солар болған. Олар Қазақстанға оқуға келеміз деп мүлде айтпаған еді ол кезде. Бірақ қуанышты жағдай, екеуі Қазақстанда оқуға қалды. Қазіргі таңда осы Қазақстанда оқып жатыр. Ол жаңа біреуі Ираннан, біреуі Моңғолиядан. Қалған биыл оқу бітіретін тағы сол кездегі 2 қатысушымыз тағы да Қазақстанға оқуға түсуге жоспарлап отыр. Олардың барлығына біз ақпараттық қолдау, көмек көрсетіп отырмыз. Сондай, енді биыл 20-шы жылы өкінішке орай енді онлайн форматта ұйымдастырылды. Бізде Дарын ғылыми практикалық орталығымен 146 біздің қандасымыз қатысты. Оның ішінде 10 жеңімпазды біз арнайы бағалы қымбат сыйлықтармен марапаттадық. Олар да өте қатты қуанышты, бізбен тікелей байланыста. Енді бұл жаңағыдай біздің байланысымызды арттыруға, үлкен олардың бізбен жұмыс жасауға, Қазақстан туралы дұрыс түсінік қалыптасуына жасалып жатқан негізгі іс-шаралардың бірі осылар.